Сәлем достар, қал жағдайларыңыз қалай? Менде барлығы жақсы. Менің арнама қош келіпсіздер. Алдыңғы видеода біз құлпынайдан варенье жасаған болатынбыз. Өте дәмді, ивпир ивмир, оңай жасалатын. Егер сіз варенье жасау қиын десеңіз, менімен бірге жасасаңыз оңай. Ал енді бүгінгі видеода біз құлпынайдан тағы да не жасаймыз? Видеоның соңына дейін көріңіздер. Сіздерге пайдалы болатынына сенімдімін. Бүгін біз базардан қолдан өсірілген, ешқандай дәрі-дәрмексіз, үй жағдайында ауылда өскен құлпынай алдық. 6 килограмм, 1,5 теңгеден. Енді бұны қазір 3-ке бөлемін. 3-ке бөлдім. Жуамыз және өлшейміз. Қант қосу үшін. Міне. Өте дәмді. Керемет. Бұны біз қайнатпайтын болғандықтан араластырамыз. Әбден араластырып. Енді біз бұл жерде қанттың еріп бірге араласуын күтеміз. Біраз уақытқа қойып қоямыз. 1-2 сағат. Араластырған клубникамыз қантымен араласып, соғы шығып, қанты еріп болам дегенше мен біраз клубниканы морозилке салдым, ал кішкене клубниканы клубника в шоколаде жасайын деп, шоколадтың барлығын пакетке салдым да, сыртынан ыстық сумен шоколадты ерітіп алдым. Еріген шоколадқа клубниканы жеке-жеке салып, оны холодильникке қатырып қойдым. Қатты керемет шындық болмаса да, үй жағдайында клубника в шоколаде дәмі барлығы жақсы, әдемі. Енді сатуға емес, үйде жеуге болғандықтан болады дедік. Бірінші рет істегендіктен. Бұның барлығын жасап жүрген кезде менің клубникам қантымен араласып, қанты еріді. Оны әбден қозғаған кезде қанты ериді. Не получается екен? О! Бірдей болмайды екен. Мам. Мам. Сонымен тазы ерін сұрамады. Езді. Так. Клубниканы барлығын салдым. Шоколадқа.
еріді. Енді бұны пластик ыдыстарға құйып, морозильникке сақтаймыз. Немесе мынандай ыдыстарға құюға болады. Немесе көп, менде осындай ыдыстар сақтап қоямын. Попкорннан өте ыңғайлы. Осыған құйып, морозильникке сақтап қоямын. Әрқашан любой уақытта алып, шаймен ішуге болады. Тез еру үшін осындай кішкентай ыдыстарға құйып қойған ыңғайлы. Ал. Алмай ма? Алады. Опа. Сен де алып көр. Қандай? 난 또 알아. 사람들의 그냥. әдемі ма?